Армысыздар менің құрметті оқырмандарым. Сәуленің әңгімелері атты жаңадан ашылған қазақ каналын қолдаңыздар. Мен сіздерге қызықты оқиғалар желісімен аудио әңгімелер ұсынамын. Менің арнама жазылып, лайк басып, жақсы пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Бірыңғай әйелдерден құралған ұжымда жұмыс істеудің де өзіндік қиындығы бар. Әрине, әйел жүрген жер ылғи ырду-дырду, әңгімесіз болған ба? Кімнің басы бос, кімнің күйеуі бар, кім қайтып келген, әйтеуір әйелдердің ынтымақтылығынан бәрін біліп алуға болады. Күнімай атты келіншек бәрінің де көңілінен шығуға тырысып, үнемі жақсы қарым-қатынаста болатын. Күлімдеген көздеріне, ашық жарқын мінезіне қарап, оны уайым қайғысы жоқ, күйеуі үлде мен бүлдеге орап тастаған жан шығар деп ойлайтынмын. Сөйтсе мүлде керісінше екен. Бірде ұжымда мерекелік кеш болған. Соңына таман Күнімай маған өзінің өмірлік сырын ашты. Жас кезімде биді керемет жақсы көруші едім. Мектептегі, кейіннен жоғары оқу орындағы би кештерінде ортаны бермейтінмін. Әсіресе үнді билерін нақышына келтіре билегенде жұрт дуылдата қол соғатын. Ол кездері мақта терімге барушы ек қой. Алыс аудандағы мақта терімге барғанда сол ауылдағы совхозда жүргізуші болып жұмыс істейтін жігіт мені алып қашып кетті. Бір қарағанда көз көркем, көркі бар жігіт екен. Алайда қалада қалғым келетін мен үшін күйеуден бұрын ауылда қалатыным жаныма батты. Бұлайымша күйеуім жаман адам емес, өте пысық, өзінің маған деген сезім арқылы бірте-бірте жаулап алды мені. Бірінен кейін бірін топырлатып 4 ұлды туып тастадым. Ата-енем аяғы құт болып келген мені айналып толғанып отырды. Күйеуім де тым тықыр емес, бастысы жүйкем тыныш. Мен үшін өмір қалыпты ағысымен ағып жатты. Ұлдарым ер жетті, оқуын бітірді. Бұл шақта ата-енем де өз мекендеріне аттанған. 40-тың 40-сынан асып керімсал шаққа да жеттік. Уақыт шіркін осылай өте берсе, өмірге өкпе артып нем бар? Аяқ астынан айрандай үйіп отырған отбасымыздың тынышы кете бастады. Алақандай ауылда әңгіме жатушым еді. Күйеуімнің бір жесір келіншекпен шатасып жүргенін білдім. 4 баламның әкесіне деген сезімімді суытқан адам бұрыннан-ақ аты жер жарған келіншек болатын. Қайнағалары осы жүріскерлігі үшін талай мәрте келіп ұрып кетіпті деп еститінмін. Бірақ сонда да ерсі қылығын тия алмаған арсыз енді біздің отбасымызға ауыз салыпты. Ішімді удай ашиды. Адуындығыма салып күйеуімнің жағасына жармасып талай мәрте қан жоса болып қырылдықта. Балаларым арашалап алатын. Қайдағы жоқ арсызға атын бұлғатқанына қаным қараяды-ақ. Ауылдағылардың бәрі бір атаның балалары. Санамалап келгенде күйеуім оған қайнаға болып келеді. Балаларымды да мені де аямаған сормаңдай осылайша қайнағасының қойнына кіріп алды. Күндегі қырқыс ақыры отбасымыздың іргесін сөгіп бітті. Ауылдың атын шығарып масқара еткен махаббат хикаясы көпке дейін тыйылмады. Қайын жұрты қанша қуса да кетпеген арсыз ақыры менің күйеуімді де алып қарасын бір жолата батырды. Жыладым, сықтадым, арқа сүйер адам таппадым. Бәрі келе-келеп мені мазақтап тұрғандай көшеге шығудан қалдым. Күйегімді басайын деп араққа ауыз салдым. Қайғымды ұмыттырғандай да болды. Бұрын татып алмайтын мен бірте-бірте арақсыз тұра алмайтын халге жеттім. Құрбылары да табылып кетті. Күнде думан, күнде той. Ішуге сылтау табыла кетеді. Ақыры арақсыз тұра алмайтын халге жеттім. Күнде жылап жанымды жеп жатқаннан гөрі мынауым жақсы сияқты. Осылайша мен арақтың құрдымына батып бара жаттым. Осылай жалғаса берер ме еді? Үлкен әпкем келіп сілкілеп алды. Ұрысып, байы тастап кеткен жалғыз сен бе? Есіңді жи, бай керек қылмаса балаларыңа керексің деп әбден ақылын сарқыды. Ауылда қалсам менің мүлдем арақтан ажырамайтынымды білген соң үйді сатып қалаға қасына көшіріп алды. Емдетті, жұмысқа тұрғызды. Ер жетіп қалған 2 балам да жұмыс істей бастады. Ақырындап жұрт қатарына қосылып кеттік. Тұрмысымыз түзеле бастады. Балаларымды шетінен үйлендіре бастадым. Әкемізді шақырайық деп айтатын шығар деп ойлап едім, бірақ ұлдарым әкелерінен көңілдері қатты қалып кеткен ғой. Ләмим деп ол турасында жақ ашпады. Келіндерім де ақылдарына көркі сай жап-жақсы болып жолықты.
байдан бағымды ашпаған бақты балаларымнан берейін деген екен ғой деп күніне 1000 мәрте тәубемді айтып жүретін болдым. Содан күндердің бір күнінде күйеуімнің ғашығы жүрек талмасынан қайтыс болғанын естідім. Жүрегім селт етпеді. Мені жылатып кеткен жанның өз жазасын тапқанына да қуанбадым. Тіпті күйеуіме жаным ашығандай ма қалай. Жасың келген сайын адам аяғыш болып мейірімі оянады-ау деймін. Арада 1 жыл өткенде күйеуім кешірім сұрап аяғыма келіп жығылды. Артынан ағайын туыс келді. Бір қауым ел болып менің кешірімімді тілеп тұрғанда ақ шашты абысындарымды таяққа сүйенген қайнағаларымнан аса алмадым. Кіргіздім. Суынған жүрек жылынбайды екен, бірақ қанша өзімді өзім басып, жылы сөйлесейін десем де оған деген өкпе-наз бұрқ ете қалады. Келіндерінен ұяламын. Жасамыш шағында естерін істеп болып түк болмағандай қайтып келуге ол ұялмай келгенде келіндерімнің алдында оған ұрсуға да мен ұяламын. Қайтып келген қыз жаман деуші еді, қайтып келген күйеу одан да жаман болады екен. Жүрегіме беш боп қатқан мұз ерір емес, ериді деп те ойламаймын. Тек балаларым, келіндерім үшін ұялғанымнан жүрім. Кіргізуін кіргізіп алып, енді қайтып қуып шыққанда ыңғайсыз. Солай өмір ағысымен уақыт өтіп жатыр.